Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бүгін осындай қаймақсыз, жұмыртқасыз 20 минутта дайын болатын рогаликілердің рецептімен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, өте әдемі, жұмсақ болып піседі. Ал бисмиллах, менімен бірге болыңыздар. Жылы суымызды құйып, 4 ас қасық қант салатын боламыз. Жақсылап қанты ерігенше араластырып, үстінен қопсытқышымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық майымызды құйып, одан кейін тұз саламыз. Бір шымшым тұз салып, електен өткен ұнымызды жақсылап 2-3 бөліп араластырып, бірінші бенчиктің көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен араластыратын боламыз. Барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан қарап істесеңіздер болады. Осылайынан барлық қамырымызды жақсылап отырып илеп алатын боламыз. Қамырымызды 5 минутқа тындырамыз да, одан кейін өте бізде әдемі эластичный қамыр болып шығады. Бірден жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр. Қамырымыз осылай қолға жабысылатын қамыр болады. Сол үшін ұн сеуіп отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа етіп қамырымызды жайып алатын боламыз. Одан кейін кесіп рогаликілерімізді орайтын боламыз. Барлығын осылайынан кесіп алатын боламыз. Менде осындай кескіш болды. Сіздер пышақпен кессеңіздер болады. Мен сәндік үшін осылай кестім. Барлығын осылайынан қойып, орап, соңына келгенде бекітетін боламыз. Бізде пеште піскенде ажырап кетпеу үшін соңғы жағын бекітетін боламыз. Арасына начинка салып істесеңіздер болады. Мен ешқандай ешнәрсе салған жоқпын. Осылайынан барлығын бекітіп, дайындап алып, одан кейін әркімнің пеші әртүрлі. Мен 180 градуста пісіретін боламын. Өте әдемі болады. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Барлығын осылайынан салып алып, 180 градусқа жіберетін боламыз. Мінекей, менде пісіп шыққан рогаликілеріміз өте әдемі болып пісіп шықты. Өте ыстық. Үстінен сахарный пудра себетін боламыз. Қантты сеуіп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Бибайша. Кездескенше сау болыңыздар.